Армысыздар, бүгінгі сабақта біз JavaScriptте оқиғалар және оқиғалар өңдегіші туралы білетін боламыз. JavaScriptте оқиғалар өңдегіші дегеніміз не? Бұл, мінекей көріп тұрсыздар, батырманы басқан кездегі іс-әрекет. Осыны, мысалы, click me деп тұр, бұл бас деп тұр. Егер де осы батырманы бассақ, бізде экранға мінекей сіз кнопканы бастыңыз деген сөз шығуы қажет. Бұл шыққан әдіс alert әдісі болып табылады. Енді осыны практикалық жұмыста жасап көрейік. Ол үшін, әлбетте, біз бірінші Sublime тексті ашамыз, new file, және де осы new файлымызды сақтаймыз, save as, рабочий столда. Бірінші индекс HTML-ді құрып аламыз, index.html құрдық, сақтаймыз, мінекей ол бізде тұр. Рабочий столда. Енді осы жерге бірінші HTML құрылысын құрамыз. HTML біздің заголовкамыз JavaScript. Және де мета тегтерді қосуымыз қажет. Оның ішінде MetaChassis UTF-8. Бұл бізде кириллицаны оқуға өте қажетті тег. Мінекей. Скриптік файлды енгізуіміз қажет. Яғни қазір бірден сөрси беремін. Бұл жерде біздің файлымыздың аты script.js. Мінекей, және де мен бірден тағы да скриптік файлды сақтауым қажет. Себебі JavaScript'тің кодтарын осында сақтаймыз. script.js. Сақтаймыз. Скриптік файлды сақтағанда мінекей сіздерде осындай белгіде болуы керек. Екі файлды аштық, және де біздің HTML құжатымызға мына скриптік файлдың путін көрсеттік, яғни сөрси script.js. Ары қарай денесіне біз мына жерде көрсетілген мысал бойынша бірінші осындай баттан құрып алуымыз қажет, яғни батырма құрып алуымыз қажет. Оны әрине HTML файлында құрамыз. Ол үшін input тегі қажет бізге. Input type дегенге button, яғни типі бізде кнопка болу керек, батырма. Атына кез келген атты берсек болады. Мысалы, біз атын батырма деп айтамыз. Яғни біздің кнопканың аты батырма. Батырма, және де мінекей көріп тұрсыздар, бұл жерде click me деген сөз шығып тұр. Оны біз value тегі арқылы енгіземіз. Value click me дейсайық. Яғни бас деген сөз. Батырмамыз біздің іс-әрекет жасауы қажет. Іс-әрекет жасау үшін on click деген JavaScript'тегі оқиға өңдегішін шақырамыз. On click, on mouse click деген сияқты оқиға өңдегіштері бар. Мінекей, біз кнопкамызды құрдық. Енді осы кнопканы басқан кезде іс-әрекет орындалу үшін on click деген оқиға өңдегіші қажет. Осы жерде біздің батырмамыздың атын, яғни button, click, және де осы батырма деген жазуымыз керек, ол бізде this. Яғни осы батырманы басқан кезде бізде іс-әрекет болуы қажет. Ары қарай Ctrl+S. Енді JavaScript файлына біз функция шақырамыз. Функция дейміз, яғни function. Функцияның аты бізде button click. Жазамыз. Button click. Және де біздің кнопканың аты ол button. Жаздық button. Енді мына мысалда көрсетілгендей, alert әдісі арқылы мінекей іс-әрекеттің не жайында екенін бізге экранға шығару қажет. Ол жерге міне body деген денесіне жазамыз alert. Яғни әдіс тырнақша құрамыз. Тырнақшаның ішіне жазамыз. Сіз кнопканы бастыңыз. Мына жерде нүктелі үтір. Ctrl+S. Енді осы құрғанымызды браузерде ашып көрейік.
әлбетте индекс HTML екі рет шертеміз. Бізде браузерде мінекей ашылды. Біздің батырмамыз дайын. Click me, яғни бас деп тұр. Басамыз, сонда alert әдісі іске асты. Сіз кнопканы бастыңыз. Осылайша қарапайым түрде JavaScript оқиғалар өңдегіші жүзеге асады. Келесі енді бізді Click me-ді басқан кезде сіз кнопканы бастыңыз, сонымен қатар кнопканың атын және де value деген сөз нешеге тең болғанын көрсетуіміз қажет. Ол үшін қарапайым JavaScript тілінде көрсетеміз alert, сіз кнопканы бастыңыз, яғни alert әдісі арқылы экранға шығарылады мәтініміз, және де осы жерде біз кнопканың аты менен оның қасиетін шығаруымыз қажет. Бірінші индекс HTML файлын қараймыз. Бізде типі button, аты батырма мінекей, және value click me. Енді осы жерде біз тек қана осы кнопканы басқан кезде, мінекей сіз кнопканы басыңыз деген сөз шығарылды. Енді ары қарай оның атын және қасиетін шығару үшін біз бұл жерге қасына мысалы кнопканың аты, және де пробел қоямыз, плюс button нүкте name, және де плюс осы жерде үттір value тең болды. Плюс button value. Button нүкте value. Ctrl-S. Мына жерде бір Ctrl-S бас жереміз. Енді обновить етіп көреміз. Click me-ді бассақ, міне көріп тұрсыздар, сіз кнопканы бастыңыз, кнопканың аты батырма, value тең болды, click me. Қараңыздар, енді қазір мен мына жерде UTF-8-ді алып тастайтын болсам, Ctrl-S, және де обновить етеміз браузерді. Click me-ді басқан кезде көрдіңіздер ғой, біз түсінбейтін тілде шығарылды, яғни кириллицаны оқымайды, тек қана латиница сөздерді ғана оқып шығарып тұр. Біз енді MetaCharset UTF-8-ді қолданатын болсақ, онда кириллицаны бізге экранға оқып береді. Ctrl-S, қайтадан обновить етіп көреміз. Click me-ді басамыз. Бізге түсінікті тілде экранға мәтінді шығарып берді. Ары қарай, окей. Біз бұл текстке 0 рет басылды деген мәтінді қарастырайық. Яғни бұл текстке мышканың курсорын апарсақ, бұл текстке 0 рет басылды, бұл текстке 1 рет басылды деген сияқты өзгерістерді енгізіп көрейік. Бірінші осы сөзді мына текст деген сөзге ауыстырып көрейік. Ол үшін біз HTML файлына келесі кодтарды енгіземіз, яғни span тегін. Осы span тегін ішіне onMouseOver атты оқиға өңдегішін жазуымыз қажет. Бірнеше оқиға өңдегіші бар, соның ішінде onMouseOver. Ары қарай біздің оқиғамыздың аты counter болсын. Және де осы оқиғаны орындауы қажет. This. Келесі. Бұл текстке 0 рет басылды. Яғни span жабылды. Ctrl-S. Келесі JavaScript-ке біз тағы бір функцияны ашамыз. Бұл бізде функцияның атауы counter. Жаңа ғана құрдық. Және де бұл жерде элемент береміз. Ашамыз желі жақшаны. Келесі бұл элемент бізде өзгеру қажет, яғни inner HTML.
тең текст сөзіне өзгереді. Нүктелі үтір. Ctrl+S. Браузерді ашып көреміз. Бұл жерде мінекей, бұл текстке 0 рет басылды деген сөз шықты. Енді осы текстке мына курсорымызды апарсақ, мінекей, бірден текст деген сөзге ауысып кетті. Мына курсорды апарған сайын. Click me деген ол өзі жеке. Бұны басатын болсақ, бізде алерт шығады. Мінекей, тағы да көрсетейін. Бұл текстке 0 рет басылды. Мына курсорды апарамын, бірден текст деген сөзге ауысты. Енді осы текст деген сөз емес, бізге мінекей, көріп тұрсыздар, бұл текстке 0 рет басылды дегеніміздің орнына, мінекей, 0-ден бастап, мысалы, шексізге дейін біз курсорды қайта-қайта осы текстке апарған сайын өзгеріп отыратындай жасайық. Бұл жерде бұл текстке 0 рет басылды деген сөзді бір рет қана апарсақ, бұл текст деген сөзге ауысты. Енді қайта-қайта ауысу үшін on mouse деген біздің оқиға өңдегішімізді қолдануымыз қажет. Ол үшін бұл жерге функцияның атауына енді on mouse counter деген атау береміз. On mouse және үлкен әріппен counter элемент. Бұл элементіміз біздің әр басқан сайын көбейіп отыру қажет. Counter плюс белгісі бұл бірге әр басқан сайын қосып отыру деген сөз. Element inner HTML. Енді бұл жерде текст емес. Қайтадан жазамыз. Бұл текст. Және де қосылған counter. Біздің функциямыз. Айнымалымыздың атауы. Қосылған. Яғни өзгеріп отыру қажет бізде. Басылды деген сөзді жазамыз. Нүктелі үтір. Ctrl+S. Бұл жерде ұмытпаймыз. Индекс HTML-де де өзгертеміз. Бұл жерде енді біздің функциямыздың аты counter емес, ол on mouse counter. On mouse counter. Ctrl+S. Мінекей, апнайтит көреміз. Ешқандай өзгеріс жоқ. Себебі біз бастапқы айнымалыны енгізбедік. Тек қана функцияның атын енгіздік. Одан кейін мінекей counter деген айнымалымыз бар. Айнымалыны енгізу үшін біз var деген сөзді қолданамыз. Және де біздің айнымалымыздың аты counter, ол бастапқы кезде 0-ге тең. Ctrl+S. Енді ашып көреміз. Мінекей, обновить еттік. Бұл текстке 1 рет басылды. Мінекей, 2 рет, 3 рет, 4 рет, 5 рет. Мінекей, өзгерістер енгізіліп жатыр. Және click me'ді басатын болсақ, бізге экранға сіз кнопканы бастыңыз. Кнопканың аты батырма, value тең болды. Click me деген мәтін шығарылды. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болса, лайк басамыз және комментарий қалдырамыз.